Hi everyone, this is Easy English. Welcome to my channel. In today's lesson, I will talk about difference between so and such. Сәлем баршаңызға, бүгін so және де such сөздерінің айырмашылығына тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, I didn't enjoy the book. The story was so stupid. I didn't enjoy the book. It was such a stupid story. Маған кітап ұнамады, әңгіме өте ақмақ болды. Маған кітап ұнамады, бұл сондай ақмақ әңгіме болды. So және де such сөздері қазақ тілінде сондай, өте, расында деп аударылады. Екеуі сөйлемде бір мағына бергенімен, сөйлемде басқаша қолданылады. Мысал үшін, мына екі сөйлем бір мағына беріп тұр, бірақ құралуы екі түрлі. Алдымен so сөзіне тоқталайық. So, сондай, өте деп аударылады, яғни ағылшын тіліндегі very сөзінің күшейтіп айтылып тұрған түрі. We use so with an adjective or adverb without a noun. Біз so сөзін adjectivepен, яғни сын есіммен немесе үстеумен бірге қолданамыз. Мысал үшін, she is so pretty. Ол сондай әдемі қыз. Pretty дегеніміз бізде сын есім, әдемі, яғни содан кейін келесі сөз сын есім болу қажет. Their house is so big. Олардың үйі өте үлкен, немесе олардың үйі сондай үлкен. Big дегеніміз бізде adjective, яғни сын есім, содан кейін келіп тұр, я. Your friend seems so unhappy. Сенің досың сондай бақытсыз көрінеді. Unhappy, adjective, so plus adjective. It is so rainy outside. Дала сондай жаңбырлы болып тұр. Rainy дегеніміз жаңбырлы, so plus adjective. You can also use so with an adverb. Сондай-ақ so сөзін біз үстеумен бірге қолдана аламыз. Мысал үшін, I can't understand him because he speaks so quickly. Мен оны түсінбеймін. Яғни мен оны түсіне алмаймын, өйткені ол сондай тез сөйледі. Quickly дегеніміз adverb, яғни үстеу, so plus adverb. The teacher spoke so loudly. Мұғалім тым қатты сөйледі. Яғни so сөзінен кейін қолданылады тек қана сын есім және де үстеу. Сондай-ақ so сөзін much, many plus noun мен қолданамыз. Яғни so сөзінен кейін much, many зат есім келеді. Мысал үшін, much, many қазақ тілінде көп деп аударылады, many саналатын зат есімдермен қолданылады, яғни many books көптеген кітаптар, many boys көп ұлдар, many bags көп сөмкелер. Ал much сөзі саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Much money көп ақша. Much time, көп уақыт. Much fun, көп қызық. Ал енді мысалмен келтіріп көрейік. So plus many noun. So, many және де зат есіммен қолданылғанда сөйлем қалай құралады? I never knew you had so many brothers. Сенің ағаларыңның көп екенін білмедім. Яғни сенің сондай көп ағаларың бар екенін білген жоқпын деген мағына. So many brothers. Many brothers. They have so many children. Олардың балалары көп. Яғни олардың сондай көп балалары бар деген мағынада білдіреді. Келесі so plus much noun. He earns so much money. Ол сондай көп ақша табады. Яғни so much money. Money бұл жерде саналмайтын зат есім, сондықтан да much сөзі қолданылып тұр. You need to drink so much water. Сен сондай көп су ішуің қажет. The party was so much fun. Кеш өте қызықты болды. Яғни so сөзін біз сын есіммен және де adverbпен қолданамыз, үстеумен қолданамыз. Ал егерде nounмен қолданатын болсақ, оның қасына much немесе many сөзін қоямыз. Келесі such сөзі. Such сөзі өте расында сондай деп аударылады. We use such with an adjective with a noun. Яғни such сөзін біз сын есім және де зат есіммен қолданамыз. Яғни such сөзінен кейін немесе n артиклі, одан кейін барып сын есім және де зат есім келеді. Мысал үшін, that was such a good concert. Бұл сондай қызықты концерт болды. A good concert. Good дегеніміз сын есім, concert дегеніміз зат есім. Яғни оның арлығына артикль қолданылып тұр. That was such a hot cup of tea.
Бұл сондай ыстық шай болды. Tom is such an intelligent boy. Том сондай ақылды ұл. Бұл жердегі intelligent adjective, яғни сын есім, boy зат есім, an артикль. Және де an артиклінің айырмашылығы туралы толық түсіндірілген видео сабақ осы каналда бар. Кіріп толық қарап шығуларыңызға болады. Келесі мысал: Why did you ask them such stupid questions? Сен неге олардан сондай ақмақ сұрақтар сұрадың? Яғни stupid дегеніміз ақмақ, сын есім, questions зат есім, яғни such'тан кейін сын есім және де зат есім келеді. It was such a boring film that I fell asleep in the middle of it. Бұл сондай қызықсыз фильм болғандықтан, мен оның ортасында ұйықтап қалдым. Яғни such сөзін сын есім және де зат есіммен бірге қолданамыз. Яғни құралуы such plus adjective plus noun. Енді осы such және де so сөздерін салыстырып, сөйлем құрап көрейік. Мысал үшін, The book was so good that I couldn't put it down. Кітаптың жақсы болғаны сондай, мен оны қоя алмадым. It was such a good book that I couldn't put it down. Бірінші сөйлемде so plus adjective, яғни good дегеніміз adjective, so'дан кейін сын есім келіп тұр. Ал екінші suchпен құралған сөйлемде a good book, сын есімнен кейін зат есім келіп тұр. Келесі мысал: A Bemba is so fast. Bemba сондай жылдам. A Bemba is such a fast car. Bemba сондай жылдам машина. Яғни fast car. Бірінші сын есімнен кейін зат есім келіп тұр. Келесі мысал: The movie is so bad. Кино өте нашар. This is such a bad movie. Бұл сондай нашар кино. Достар, құралуында алдымен so'дан кейін сын есім келеді, such'тан кейін сын есім және де зат есім келеді. My teacher is so nice. Менің ұстазым өте жақсы. He is such a nice teacher. Ол сондай жақсы ұстаз. Толық түсінікті болу үшін тағы да бір-екі мысалға тоқтала кетсек. The road was so narrow that it is difficult for two cars to pass each other. Жолдың тар болғаны сондай, екі көлік бір-бірінен өтуі қиын. It is such a narrow road. It is difficult for two cars to pass each other. Біріншісінде so narrow, сондай тар, екіншісінде such a narrow road, сондай тар жол. Келесі мысал: The weather was so warm that I didn't need a coat. Ауа райының жылы болғаны сонша, маған пальто қажет болмады. It was such a warm weather. I didn't need a coat. Ауа райы өте жылы болғандықтан, маған пальто қажет болмады. Яғни so сөзінен кейін біз сын есімді және де үстеуді қолданамыз. Ал such сөзінен кейін an артиклі, сын есім және де зат есім келеді. Осымен сіздерге so және де such сөздері түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.